Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және ең бастысы жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің еңбегімді бағалап, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бір кездері бірін-бірі өліп, өшіп сүйген қос ғашықтың қазіргі күйі аянышты. Сот залындағы үкіммен келіспей алысып таласып жатқанда ешкім жоқ. Әрқайсысы өз шаруасымен асығып, қол алысып, қайырласып, қоштасуға дәрменсіз. Екі жақ айырылған жүректерді зіл басқан. Деп ауыр күрсінген ер достың арқасынан анасы Айгүл қағып жіберді де. Бәрекелді балам, енді басың бос. Сұр жыланнан заңды түрде құтылдық ау әйтеуір. Ол келін емес келісақ. Өз бәлесі өзіне аулақ деп анасына қайта түкіріп жатты. Анасының қуаныштан жасап жатқан амалдарына іштей күйініп тұрса да, ердос ортақтасқандай кейіп таныты да көлігін айдап сыртқа жөнелді. Үйінің қақпасынан анасын түсірді де өзі көлігін кері бұрып, жылдамдықты ой жетегімен асыра түскен. Қас пен көздің арасы екі көше арада жойқын қақтығыс болып, көліктер бір-біріне мінгесті де қалды. Апатқа кінәлі жаңа ғана бойдақтықтан қоштасқан жігіт. Айнала телефондарына апатты түсіріп әлекке салынған адамдар. Бірі жедел жәрдем шақыртып жатса, енді бірі зардап шеккен адамдарды көліктен шығарып алмаққа әлек. Ал дәл осы тұста үйіне көтеріңкі көңіл күймен енген Айгүл кіреберістегі креслоға сылқ ете жата қалды. Көзін аспалы шамға сала бере дереу есіне ұлтуды алып, сөмкесінен телефонды іздей бастады. Қоңырауды күтіп отырғандай құрбысы тұтқаның арғы жағынан сүйінші сұрай берейін бе деп қарқылдап көріп алды. Иә, сүйіншін қалтаңда. Құтылдық ау әйтеуір. Құрбыжан, құдалыққа дайындал, ендігі сенің үйінде той. Менің сұлтаным сенің қаншайымның қолын сұрап барғанда, құндыз ішігіңді дайындап, абысын ажыныңмен көзінше жарқыратып шабарсың деп. Әзілдері жараса сөйлесіп жатты. Құрбысы ұлтуда бөрігін аспанға көтеріп қуанғаннан қызын қазір-ақ ердоспен атастырып, үйіне әкеліп беруге дайын отыр. Сол-ақ екен, үйіне байырғы құдалары келіп есік қақты. Сендерге не керек? Деп суық тіл қатты Айгүл. Шайнаның беймаза жеңгесі. Шайна бұрынғы келіні. Құдағисымақ, ары тұр, қызымыздың дүние тірлігін алып кеткелі кетім. Деп қабағын түйіп, бүйірін таянып тұрған Айгүлді иығымен қағып, үйіне баса көктеп кіріп кетті. Жерде жатқан қызда шашылып жатқан ақшада жоқ. Қызымыздың абыройы үшін бар жиып тергенімізді он түйеге шыққылып әкелгенбіз, біле білсеңіз. Қайда, сонда да сізге жағу қиып. Сөз етіп қызымызды түксіз келдің деп жазғырып едіңіз. Көрейік, кәне байлығыңызды деді де, 3-4 апталдай еркекке жатын бөлмесіндегі жиһаздардан бастап, сырттағы жүк көлігіне тасыта бастады. Айгүлдің қаны басына теуіп, оңбағаңдар. Мен той жасадым, қалың малын бердім, киіт кигізіп алтын тақтым. Бұл заттар соның өтеуі. Жоғалыңдар, құрып кетіңдер. Мен қазір полиция шақырамын деп телефонын қолына ұстай бергенде қоңырау шырылдап қоя берді. Нөмірге мән бермей құлағына тосқан Айгүлдің көзі шарасынан шыға жазды. Қолынан телефон сусып түсіп, жерге шағылып қалды. Еміс-еміс елестер көз алдында бұлдырап өтіп жатты. Айқай-шу жиһаздардың тықыры, әлгі безілдеген әйелдің қақсақ дауысы, бейне бір жан түршігерлік, түсті басынан өткергенде Айгүл есіне танды. Неке жүзігін шешкен жайна саусағындағы жүзіктің күн көрмеген ізіне қарап, ұзақ ой түбіне шомды. Туыстарының әлі-ақ бақытты болып кетесің деген сөздерінің шайғаны аяушылықтан туындағанын жақсы біледі. Сыртқа күлімсірей қайғысын жасыра қарағанмен, оңаша қалса бітті 4 жыл. Отасқанымызбен танысқанымызға қосқанда тұп-тура 4 жыл, 7 жыл болды. Жүздері бал-бол жанып, махаббаттан басы айналған ердос пен Шайна енді жоқ. Өлді, тірі өлікке айналды. Деп тізесін құшақтап теңселіп жылай береді. Ажырасты, армандарына жетті. Саған үйленген күнің құрысын, сенен шаршадым. Анаңнан 200-лігінен тойып біттім. Тамағың неге дәмсіз? Ойбай-ай, сенің анаң сықылды асым дәмді болмас шырағым. Неге үйге кеш келдің?
Телефонның неге өшік? Ана еркек неге саған тесіле қарады? Ойпыр-ай, қыпша берді. Қысқа етектіге тесіле қарағаның не? Мен тойдым, тойып біттім сенен. Сендердің нақұрыс отбасыларыңнан деп. Соңғы кездері тым жиі айтылатын сөздер құлаққа жаңғырық болып. Қалғанмен, енді келмеске кеткен сағым ғана еді. Қызым, шарығым, сен бізге бәрібір баласың. Баяғыда үлкендер ішіме сыйған шұбар жылан, ішіме сыйғанда сыртыма сыймайды деймісің дегенде, сөздің барқын түсінбеуші. Алланың ісіне амал жоқ, маңдайым бұл жігіттен ашылмаса келесісі табылар. Өзіңді мүжей берме. Деген анасы іштегі жиылған шерін айтуға қанша оқталғанмен ашылмады. Бір кездері сүйіктісін қолтықтап, анашым, мен осы жігітте тұрмысқа шығам деп алды-артына қарайламай, үйден өз еркімен қашып кеткенінде ақ, іші бір жамандықты сезіп еді-ау. Әттең, уақытты кері айналдыру пенденің қолында деймсіз. Ана баласын қанша бауырына басып, жасырып баққанымен өзгелердің сөзімен көзінен еш балапанын құтқара алмайды ғой. Ой, бұл масқара, әлгі пәленшенің қызы бар емес пе? Кім? Әлгі байдан қайтқан қыз жайлы айтып тұрсың ба? Я, япыр-ай, сол қыз қашып кетті дегенде ақ, қайтып келетінін айтқан ем. Айтқаным айдай келді, қызының тілі жаман. Енесін айыптап, күйеуін жамандап келіп отыр, ұялмай. Шешесі де оңбайды. Шашбауын көтеріп қызын желкілдеткенше, сол үйден өлігің шықсын десе отырар еді омалып. Қойшы бұларды білген қылсын деп, өсектің астына алғанымен қоймай, ел жұртқа екі еседей өтетіп, өршітіп жіберетін өсекші жеңгелері ақ шаршатып бітірді. Үйден аяқ алып шыға алмай қалған Шайнаның күйзеліске түскен шағында тіпті жақындары да сырт айналып, қит етсе сөге жөнелетін. Көз жасын жастыққа көлдетіп, іштегі шерін ақтарыла шығарып, жеңілдегендей сезінетін. Жолдасы, шұжық, бұрынғы күйеу артынан бірде-бір рет іздеп келмеді. Нүктесі қойылған заңда ажырасудан ары бірнеше рет төркін жағалап кеткен күндері Ердосты іздестіріп, үйінде келін тосып отыратын енені байқамадым. Осы тұста бәріне қолды бір сілтеп, қол ұстасқан қош қашықтың арасынан өткен қара мысықтың ізін ашып, ашық жазып, түгел байындайын. Бәрі қалай басталды? Сүп-сүйкімді бойжеткенге есі кете ғашық болған жігіттің Жайнаны бері қаратқанша, жанын қойырға жер таппайтын. Ол кездері өзі де алып ұшқан бозбала, жігіттің нақ сері болатын. Аялдамаға кідірген автобус орнынан қозғала бергені сол еді. Ентігіп мінген жігіт жан-жағына қарайлап, арттағы бос орынды байқады. Құлағындағы құлақ қабын шешпестен кондукторға жол кіресін төледі де, телефонына қайта үңілді. Бағыты автобустың соңғы межесі. Келесі аялдамада үйіне қайтуға асыққан бойжеткенде мінген бойда артқы орындықтарға беттеді. Жанына сұлу қыздың жайғасқанын жігіт, кешіріңіз, телефоныңызды бересіз бе? Деген қыздың даусын естіп, шалып бұрылды. Түсінбедім, қарындас. Әдетте жігіт қыздан телефон сұрайтын еді, деді таңданған жігіт. Жоға, сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Асығысып жүріп телефонымды бір жерде қалдырып кеттім-ау. Сөмкемнен табалар емеспін. Жоғалтып алмасам жарар еді, алғаныма бір жама болмады. Анашымды ренжіп аламасам жарар еді деп күйгелектене бастады. Мән-жайға қаныққан жігіт қыздың өтінішімен өмірін тергенмен жауапсыз, өшірулі. Көз жасына еріп берген бойжеткеннің көңілі түсіп, үйдегілеріне қалай айтарын білмей, алаңдап, аялдамада түсіп кетті. Қызға бір жағы жаны ашып, екіншіден жоғалтқаны табылды ма екен деумен алаңдаған жігіттің тынышы кетіп, бірнеше күн сұлуды ойлаумен жүрді. Қалайша қолындағы телефонына сол қыздың нөмірі сақталып қалғанына неге ойланбады екен? Бұл да бір Алланың табыстырмақ айласы болар. Ойына сап еткен бойда дереу әлгі нөмірге қоңырау шала бастады. Үзік-үзік дыбыстар бойжеткеннің желіде екенін білдіргенде, жігіттің езуіне күлкі үйіріле бергенде, тұтқанның арғы жағынан алло, кім екен? Деген қыздың сыңғыр үні шықты. Мен не? Әлгі мен ғой, қарындас. Өткенде автобустағы сізге телефонды ұсынған жігіт. Есіңізге түстім бе? Қалай телефоныңыз табылды ма? Сізге алаңдаумен бірнеше күн ұйқысыз жүрмін деді.
Кешіріңіз, мен бөтен адамдармен, әсіресе жігіттермен тілдеспеуші едім. Сізге қарыздармын, рұқсат болса ертең орталықтағы кафеге бір шыны аяқ кофеге шақырсам қалай қарайсыз деп сөзді ылбек іліп әкетті. Жігітке де керегі де сол, бейтаныс бойжеткенмін, оншалықты жылдан жолығармын депті ме? Сәлем, мен Ердоспын, деді қызға қолын ұсынды. Мен Жайнамын, Шайнагүл, Шайна десеңіз де қарсы емеспін, деген бойжеткен бозбаланың таныстықтары арта түсті. Шайнаның ашық жарқын мінезі томаға тұйық жігітке кереғар болса да, екеуін бейне бір күш тартып тұратын. Ердосқа бойжеткеннің өжеттігі, өз ойын еркін жеткізіп, еркелігін ақылға жеңдіре білетіні қатты ұнайтын. Қарапайымдылығымен қоса елгезектігі де бар. Алдындағы адамға құрақ ұшып, көңілін табуға тырысқаны құдды анасынан аумайтын. Қыздың бойындағы кейбір қылықтарын анасына ұқсатып қояды. Пысықтық танытқан бойжеткен уысына топ ете түскен жігітке есау махаббат ашыла бастады. Баяғыдан таныс адамша сырласып көңілдері жарасты. Ердос сұлудың тал бойынан мін іздеп таба алмайтын. Соңғақ бойлы талдырмаш қыпша берді. Күлім көз, қара қолаң шаштары жігіттің армандағы қызды еске түсіретін. Қасылудан қалмайтын ер жігіттің де бойынан батырдың сұлбасын, көркем мінезі, адамгершілік пен сабырлықты байқауға болады. Екеуі бір-бірі үшін жаралғандай, сезімдері кездескен сәттен ұштанып, лапылдап шана түсті. Таныстықтары көп күттірмей қыз жігіт болулармен жалғасты. Екеуінің бақтан бас айналып, кереметтей сезімдерді, тек ашықтарға ғана тән толқыныстарды бастан кеше бастады. Қол ұстасып, төс пен кеуде бір-біріне қағысқанда жүректер шайтау, рахатқа бөленетін. Ал қызыл еріндерге жігіттің еріндері тие кетсе, магнитше жабысып ажырамай қалатын. Денелер тітіркеніп, бойдан үшкір мұз жүріп өткендей. Түсініксіз сезімдер ғашықтарды одан сайын ынтызар етіп байлай түсті. Осылайша Ердос пен Шайнаның арасындағы таныстық басталуы ұлы сезімдерге ұласты. Анасына жүрегі жарылып үйленетінін айтқан күні қайта ажырасатынын білді дейсіз. Сүйіктісінің сүйкімді қылығын, әдепті мінезін, айтудан жалықпайтын баласының таңдауын анасы амалсыздан қабыл алды. Кішкентай кезінен өзінің ғана айтқанынан шықпайтын ұлы, ананың үмітін ақтамағандай. Бір жүрген құрбысымен уағдаласып, балалардың басын қосып, мәңгілік мың жылдық құдалар боламыз деген армандардың көлі көкке ұшып кете барды. Ердос сүйіктісінің қолына қондырған жасықта. Тіптен анасының қарсылығына қарамастан Шайнаны келісімен алып қашты. Үйіме кіргізбеймін деп тұрып алған Айгүлдің райы оңайлықпен қайта қоймады. Көрер қызығым, алдымдағы бір түйір ұлыммен қызымнан дейтін Айгүлдің жылдар бойы күткен арманы орындалмайды. Баласы өз сүйгеніне қосыламын деп тұрып алғасын, алмассыз жастардың бастарын біріктірді. Жан құрбысының баласына әмірі жүрмегеніне қапаланған ұлту қалайда түптің түбінде қызын Ердосқа беруді ойлады. Студент шағынан бір нанды үзіп жеген достардың осы кезде арасынан сыза түсті. Талшынды титтейінен баласына қосып, екеуін бақытты, жарасымды жанұя ретінде елестететін Айгүлге де оңай емес. Бәрінен жүрегі жараланған қыздан обал, Ердос талшынға ешбір себеп беріп, аңғай танытпаса да анасының бос қиялына еріп, өзін үміттендіріп, басқа ешбір жігітке мойын бұрып қарамайтын. Амал нешік, маңдайға жазғанын көреді етеді. Керім болып имене табалдырық аттаған күннен бастап, Шайнаның бұл шайнаған күндері сағым болып қала берді. Сүйіктісімен бірге тек шатын бөлмеде ғана өзін еркін сезінетін. Ширатып алғысы келді ме жоқ әлде, шақтыртпағаны бұлар, Айгүл келініне тек қырын қабақ танытты. Олжыған жас келінге өшігіп, жатса да тұрса да бойынан мін тауып, мінін қолмен нұғып көрсететін. Енесінің әрбір сынын ескертпесін оңынан қабылдауға шақыратын Шайнаның анасы қызын сапырға шақырды. Төптің түбінде құдағиының райынан қайтып, келінді күң емес, жаныңа жалау болар жанашыр ретінде қабылдар деп сенетін. Озбір енесінің қорлығын айтып қоңырау шалса бітті, өзіне ұрсып. Қайтесе кінәратты қызының бойынан тізе шығатын, естуден жалдыққан Шайна анасына хабарласуды қойды.
Бір емес, бірнеше рет анасы қызым, сен бізден кеткенсің. Енді сен сол үйдің адамысың. Еніңді енеді емес, ана деп қабылда. Ол сенің сүйген жарыңның анасы деп қызына басып айтып, сабырға шақырады. Көпті көрген Жайнаның анасы кезінде өз енесінен талай озбырлықты көріп, түптің түбінде алтын мінез, сапты сабырдың арқасында бүгінде елге өнегелік тегін атанған дана ер еді. Туған анасынан қолдау таппаса да әрбір сөзін жадына түйіп, қайтсем де енемнің көңілін тауып, сеніміне кіремін деген Жайнаның бір қолдап ұрған шапалағының үні шықпады. Қарым қатынасы екі жақтан бірдей болмағасын, бір келіннің тыраштанып баққанымен ештеңе де өзгере қоймады. Айгүл келіні іші бауырына кіріп апалап, алдындағы құрап шығанмен шақын тартып, бауырына баспайды. Бар ойы баласымен шақыстырып, екі бөлік айыру. Баласы жұмыстан келген бойда қыңқылымен шағымдары күннен күнге көбейе берді. Балам-ау, сен үйден кетсең болды, мына ерің түрі өзгеріп, маған мінез көрсете бастайды. Бір күні маған қол көтереме деп, қорқамын деп, қайдағы жоқты ойдан құрастырып өтірік жасын тамшыладым, сығып алатын. Шынтуайтында бәрі де өтірік. Ерлес туған анасының сөздеріне қалай ғана сенбесін. Кей кездері Айгүл баласына келінді шағыстыру үшін адамның миына сыймайтын дүниелерді жасайтын. Сөз жоқ, соңында Жайнат Ердостан таяқ жеп, көзі көгеріп шығатын. Иә, өліп өшіп сүйіктісіне қол жеткізген жігіт енді қол көтереді. Келіннің тоқпақтап, сөзбен сыбап жатқанда жаны кіріп, сығалап қарап тұратын енесінің көксегені де сол еді. Екеуінің арасына түсудің орнына қырық пышақ қырылыстарға жаны жай табатын. Мейлінше көп ұрсатын болса, ертерек ажырасуға жақсы емес пе? Соңғы кездері Жайнаның жүйкесі сыры бере бастаған. Тілі шығып, сөз қайтарып, қорғана батыр болып қалған. Ол да қашанғы қорлыққа шыдасын, мұны адам орнынан көріп отырған ешкім де жоқ. Оның үстіне араға бірнеше жыл салса да балалы бола алмады. Мүмкін Алла тағала үйінен ұры сабырсымайтын отбасыға періштені жібергісі келмеген болар. Айгүлге де жақсы сылтау табыла кетті. Қит етсе тумайтын туа шеккер бәле. Балама бедеу қатынның қажеті жоқ, басын босат дейтін де отырады. Дәрігерге қаратып денсаулықтағы қынаратты анықтаудан көріп, себеп салдарсыз араға ұзартпай, ажыратып алса өзіне жақсы. Арық жақта құрбысы жасауын түгендеп, қызын ұзатуға дайындап отыр емес пе? Балалы болмағаны Айгүлдің ұпайын арттырып, жақсы сылтау болды. Ерлі-зайыптылардың арасы күн санап емес, секунд өтпей бұзыла берді. Кеуінен қолдау таппаған Жайнаны да түсінуге болар. Бір кездері алаулап жанған сезімнің ұшқыны да қалмай барады. Отбасын ұстап тұру тек әйелдің ғана қолынан келеді дейтіндер қателеседі. Келінге демеу болар енесі жөн сілтеп, жаманын жасырып, жақсылығын асырса болмас беді. Жоқ, ененің ойы бұзық еді. Махаббат деген нәзік шыны іспеттес, сындырып алсан қайтып құрау мүмкін емес. Тіпті микроскопиялық дәлдікпен біріктірген күнде жарықтың ізі тегістелмейтіндей. Ердос пен Жайнаның махаббатына сыза түсті. Оңаша қалғанда күйеуінің иығына қолын қойып, еркелей жөнелетін келіншекті басқа біреумен ауыстырып қойғандай. Қит етсе ұрыс шығып, екеуі қырық пышақ болып ұрысып қала берді. Ердос шай үстінде ас ішіп отырғанда да анасының айдақтауымен келіншегіне тиісетін. Енелігін жасайды. Ердосқа не жоқ? Қайта анасының ағап кеткен озбыр тұстарын жуып шайып, келіншегінің көңілін көтеріп, ерінен бір шірп еткізсе, қабағы жазылып, езуіне күлкі үйрер еді ғой. Жүйкесі сыр бере бастаған Жайна күйеуімен мәселенің басын ашып алғысы келіп, сөздің басын, Ердос, сенмен маңызды әңгіме бар еді деп бастады. Әңгіменің жобасын сезіп тұрғандай, Ердос асықпай орындыққа жайғасты. Ал айта бер, құлағым сенде. Тағы неге көңілің толмады сен қатының? Біздің кетіскенімізге бәрімізге дұрыс болмады, дұрыс сияқты. Осы үйдің келіні болғаныма осы күзде 4 жыл болды. Екеуміздің ажырасатынымызды білетінде,
Құдай бізге бала бермейді. Құдайды бұл жерге қыстырма. Баланы тумаған өзің, сенің қысырлығыңа мен айыпты емеспін. Жақсы, солай-ақ болсын. Ажырассақ деймін. Оған анаң қуанбаса, райымыздан қайтармаса анық. Анамда нем бар? Кететін болсаң өзің құр. Бәріне анамды кінәлі қылып көрсетіп, өзің судан ақ, сүттен таза болып шықпақсың да. Менің ондай арам ниетім жоқ, Ердос. Мейлі, бәріне мен ақ кінәлі болайын. Кінәратты менен кетті. Тумайтын қатынды босаттық деп, ел жұртқа солай ақталарсыңдар. Сен бізге үйретпеші, қараңдар, бұның ақылдысы. Жоқ, сен мені дұрыс түсінбедің. Мен сендерді ойлап тұрмын. Жақсы, мен шынымен де бәрінен шаршадым. Бізде бар болғаны махаббат еді. Енді ол да сағынға айналды. Мені босатшы, жетер осымен. Сен өзі не деп тұрсың? Көрсетейін саған шаршағанды. Есектің жүгі жеңіл болған сайын шатаған келеді деуші еді. Құтырып, өзіңше шешім қабылдайтын болып қалыпсың ғой, деді де. Ердос ашуға булығып, шайнаны төмбештей бастады. Әдеттегідей келіні мен баласының араша түспей, аңылдап әндетіп жүрген Айгүлдің мақсаты айқын емес пе? Шыдамы шегіне жетіп, қорлықтың түбіне түскен келіннің төркініне кетуден басқа амалы жоқ. Іштегі өртеніп жатқан сезімдерін енесіне айтпаса жарылып кетердей. Шайна, мама, сіз өз дегеніңізге жеттіңіз, жарайсыз, деп көзімен түйрей қарады. Қой қарағым, олай деме. Екеуіңнің араңда мен жоқпын. Өздерің сүйіп қосылдыңдар, өз еріктерімен ажырасам дейсіңдер. Маған не, мін тағасыңдар? Мама, Алла жазаңызды берсін, көрмегенім сіздер болыңыздар. Жайрақ, сен кім едің? Аллаға әмір берер. Отбасыңды сақтай алмаған өзің балама қатын құрып қалары деймісің. Шертіп жүріп үйлендірімін әлі. Қыздар менің ұлыма өздері ақ жабысып кетсең, кет, қараңды батыр. Мен кетемін. Келін болып осы табалдырықта тағанда батаңызды бермей беріңіз. Бүгін тым құрыса разылығыңызды беріңізші. Сіздің ұлыңызбен бақытты болмасам да ендігі өмірімді өкінішпен сүрмеймін деп, аяғына шығылардай халге түскен Шайнаға енесі керісінше теріс бата беріп жіберді. Екі кештің арасында жалғыздан жалғыз үйіне оралған қызын көрген әке шеше жамандықты сезгенде. Тыныштық па қызым? Беймезгіл жүрмейтін іші жамандықты сезген ана дереу әкесіне қоңырау шалды. Әкесі келген бойда қызына: жалғыз кештетіп, неге жүрсің? Ердос қайда? Көлікке мін, үйіңе апарып салайын деп жатты. Анасы үнсіз түнерген перзентінің басынан бір жаманшылықты көргенде, не болғанын сұрастырып, маңдайынан сипап еді. Анашым, енді бәрі бітті. Мен енді ол үйге қайтып бармайым деді. Бармаған несі? Тыныштық па не болды? Болары болды. Менің ол үйде өмірім қорлықпен өтуде. Енді төзе алмайым деді. Анасы ашуға булық: мен сен қызға не дедім? Шыдайсың, жеңесің. Тірі өлік болып үйге келме дегенім қаны? Бізді ел жұртқа масқара қылмақшысың ба? Кезінде сол байыңа өлерде ғашық болып қосылғанша асқаны. Үйден қашып онсыз да елдің алдында масқара етіп, жүзімізді төмен тарттың. Ол жолы көрге тықпақсың ба? Ойла, егер ажырасып келдім десең, қызым демеймін. Әйелінің аптыққан ашуына ашумен жауап қатқан Шайнаның әкесі: тоқтадыңдар. Қызым, бұл сенің нақты шешімің. Күйеу бала не дейді? Ол да сені оңайлықпен босатып отыр ма? Еркек емес ес. Әкесін танытайын, оның менің қызымның сұраушысы жоқ дей ме? Деді де көлігін оталдырып, құдаларына тартты. Шайнаның жүрегі үсті-үстіне толқып, үлкен даудың басына себеп болғаны үшін қатты күйді. Әкесі күйеу баласының үйіне кірген бойда жағасынан алды. Сен ұратын адамды тапқан екенсің? Еркексің бе, еркекше көресің? Қорқауларша ұрғашыға шауып шетте боқпай. Әкеңнің сенің, деді де бас салып ұра бастады. Айқайға басқан құдағи дереу полиция қызметкерлерін шақырып, ұстатып жіберуді көздеді.
Қайнатасына жаға шалмаған Ердос үйіне әп-сәтте жетіп келген сақшыларды кері қайтарды. Кешіріңіз, қызыңызға лайықты күйеу болмадым деген Ердостың сөзі оның соңғы шешуші екенін айқындады. Ах, ох деп тістенген әкенің қолынан басқа қайрат келмеді. Жылай көзі ісіп, тынысы тарылса да іштегі өкпе реніші таусылар емес. Жайнаның артынан қайын жұртынан да бірде-бір адам іздеп келіп, алып кетуге келмеді. Оған әу баста өзін дайындап қойғандай анасына сіз күткен жандар бәрібір келмейді демей жүрді. Араға ай өтсе де тым тырыс. Бұлай жаласа бергені дұрыс емес екенін Жайна жақсы біледі. Қарым-қатынасын соңғы нүктесін бұрынғы екі ғашықтың телефонмен тілдесуі қойды. Менің титтейде қадірім бар ма? Тым құрыса телефон шалып, жағдайымды сұрамай ма? Мен сағынғандай, қиналғандай ол да ойланып, қайғырып жүрмекен. Деумен Жайна қалайша Ердосқа қоңырау шалып тұрғанын білмей қалды. Арғы жағынан. Не болды тағы? Кеткеннен соң құрсай, мазамды алма менің. Неге үндемей тұрсың? Деген дөрекі дауыс шықты. Мен, Ердос, не сен, мені? Иә. Ажырасуға өтініш тастауымыз керек. Мен сол үшін. Болды. Ертең мені сол жерде күт. Бұл істі ертерек тындырмасақ, мен де сенен заңды түрде құтылуға асықпын. Деп ойын жайып салды. Шынымен де Ердостың ажырасуға ниеті болса, ертерек ажырасқаным дұрыс шығар деді де, күн ұзартпай ертеңіне арыз тастай кетті. Ердос Жайнаға қарамақ түгілі көз қырында салмады. Жайна болса құдды бір күйеуі райынан қайтарда, қайта бос қиялға берілді. Жоқ, көкте қиылған некелерді адамдардың өздері қиып, тасталған еді. Соңғы шешімнің соң екеуі енді ерлі зайыптылар емес. Жайнаның еңсесі түсіп, үйіне қайтты. Ердес қуаныштан жүрегі жарылардай болған анасынан үйіне тастады да, өзі бір жақтарға асығып кетті. Айгүл сүйіншілетіп құрбысына жақсы жаңалықтарын бөлісе бергені сол еді, артынша кеше ғана ұядан ұшырған қызының ауруханаға түсіп, жан сақтау бөлімінде жатқанын естіп, мелшиді де қалды. Ердосқа қайта қоңырау шалып еді, жауап жоқ. Ал бұл кездері көлік апатында ұшыраған күйеу баласының өмірімен алысып жатқан Ердостың телефонына қоңырау қарауға да шамасы болмады. Ешкім ештеңе демейді. Айгүл жынданып кетуге шақ. Қызының адам қолынан айуанша таяқ жеуіне не себеп? Жас келінге кімдер озбырлық танытып, өлімші халге жеткенше ұрып сабаған деген ой маза бермей, аурухананың басына көтерді. Жайнаның жеңгесінің жолы болғандай бұрынғы құдағыйы Айгүл ауруханаға аптығып кетіп қалғанда асықпай тегіс жүктерді тиеп әкетті. Кедей болсаң көшіп көр демекші, артыңнан түк те келмеді. Қызына ана деген 6 жасынан жинамай мекен. Абысын ашының арасында отыра алмай қалдым. Жүзімді жерге қаратып, сөзге қалдырдың дейтін енесінің үйі қаңырап, шаңқырып бос қалды. Көңілі түсіп, құлазып жүрген Жайнаның жан дүниесін ешкім түсінбейтіндей. Туыстары өздерінше қамқорлық танытқан сығымғанмен жеңгелер жағы сөзге іліктіріп, кінәліні іздеп, сыртынан өсектейтін. Қайтып келген қыз қайдан жақсы болсын, көпшіліктің көзінен тасаланып, көрінбеуге тырысатын Жайна жалғыздықпен достасты. Есікті ішінен құлыптап алып, мұң шерін шығарып жылай береді. Оған енді ештеңе де қызық емес. Өмірінің мән мағынасы Ердосқа қош айтқандай, өзіне де мәңгілікке қол бұлғағандай. Ал бұл мезетте Айгүл мен Ердос Нағиманың қызы жанында. Нұржан және Нағиманың басын қосқан Айгүл болатын. Қызымды таныс біліске ұзатамын дейтін, тілегі қабыл болғандай алыс жекжаттарының баласына келісімен ұзатып жіберген. Елдің сөзіне еріп, өзі сондай жақсы жігіт, мінезі қойдан жуас, тұрмысы да жұмысы да жақсы, ақшаны уыз-уыстап, шалғыптасып өмір сүреді деген сөздерге имандай сеніп, қызын бергенді. Мақтаған жігіт үйленген соң көп ұзамай өнерін көрсетіп, бет пердесін шеше бастаған. Мыс-мыс ақша адал емес, арам жолмен келетінін Нағима білген бойда доғаруын өтініп, жалынып жалбарынғанмен ештеңе өзгермеді. Қылмыстық істермен айналысып, нашақорлықпен қоса наша сатумен айналысып,
Тапқан табысына шалқып тасып жүрген Нұржанның тура жолдан әлдеқашан тайып кеткенін тек келіншегі ғана білетін. Ағасы Ердосқа айтқанмен, өз басының қайғысымен жүргенде көмегі тимесін ойлап, жұмған аузын ашпай жүріп, өзі үлкен кесірге тап болды. Бір емес, бірнеше рет келіншегін төмпештеп жүрген Нұржанның қатарына енді туыстары да қосылған. Себебі күйеуінің құйтырғы әрекетін құзырлы орындарға жайып беремін деп сес көрсететін Нағима қайын жұртының ашуын туғызатын. Бәріміз бір кеменің ішіндеміз, сатқындарға орын жоқ, тек өлім ғана дейтін залым адамдардың ниеттері қара. Дәрігердің науқас көзін ашты, бірер сағаттан соң палатаға ауыстырамыз деген сөзінен соң көңілі аз да болса жай тапқан Айгүл қызының жағдайын өз көзімен көргісі келді. Қарадай беті күйген құдаларынан келіндерінің жағдайын сұрап келген ешкім жоқ. Қызым, шарығым-ау, саған не болды? Қолы сыңғырқай оңбаған сені соққыға жықты. Мен сені сенімді адамдардың қолына тапсырдым деп ойласам, оңбай қателескен екенмін. Кешірші жаным. Жақсы жігіт осымен бақытты боласың деп, тіліммен жағыма сүйінген шағымда сені өз қолыммен көрге итеріп жатқанымды білмедім. Анашым, жыламаңызшы. Осылай болу керек шығар. Неге? Менің жазығым не? Мені осылай қинайтындай не жаздым мен Құдайға, Асыл жасамаңызшы, анашым. Мүмкін бір қатеңізге берілген сынақ шығар. Мен сізге ренжімеймін. Тұрмысқа шыққаныма көп болмаса да өмірдің ащы тұщысын көріп үлгердім. Ажыратам. Сені ол қаншерерге беріп қойып қарап отыра алмаймын. Адам аласы ішінде деген жүздер жылдырап, сені менен алып кеткенше тыным бермей еді. Қайдан білейін, қайдан ғана білейін, бейшара сорлы қызым-ау. Кешір анаңды. Сені бай қуатты отбасыға ұзатсам, бәрі керемет болар деумен тағдырыңа балта жауып алдым-ау. Деп ашынып, жылай берген Айгүлді медбикелер сыртқа шығарып жіберді. Айгүл күйеу баласы Нұржан апаттан аман қалғанмен қол аяғы сынып, бас ауруханада жатқанын Ердостан естіп білді. Тексеріс нәтижесі бойынша есірткіні шектен тыс қолданып, көзі бұлдырап, көлік тізгініне ие бола алмаған. Нағима ауруханаға түсер күні үйде жойқын тартыс болып, оңбай таяқ жеді. Нұржан қанталаған көздерімен көлікке отырды да апатқа ұшырады. Айгүл мен Ердос кезектесіп Нағимаға күтім жасауға келісті. Айгүл киімдерін ауыстырмақ болып үйіне барғанда қаңырап, бос қалған үйді көргенде төбе шашы тік тұрды. Дереу Ордасқа қоңырау шалып, Жайнаның үйіне кеткен мүліктерді толықтай қайтып әкелуін талап етті. Анасына, аман болсақ үйге талай дүние бітер. Мен ол адамдарды көргім де сөйлескім де келмейді. Деген Ердостың шынымен де Жайнаны да, оның туыстарына да көруге сауқыда беті жоқ еді. Толықтай сауыққанша Нағимаға ұзақ уақыт қажет. Аурухананың 4 қабырасына қамалған қыздың жүйкесі сыр бере бастағанын дәрігерлердің бақылауымен үйге шығуға рұқсат сұрады. Үйлеріне келген бойда Айгүл қызына ажырасуға арыз тастауына үгіттеді. Нағимаш, қызым, ертерек ажырасқандарың өздеріңе жақсы. Мен сені ол қаншерге бере алмайым. Тәуір болғаныңда бірге барып, басыңды босатып алайық деп, бәрін өзі шешіп тастады Айгүл. Құрбысы ұлты Айгүлді көп күтіп қалды. Шыдай алмай қызымен үйіне келіп, Айгүлжан, бір жамандықтың бір жақсылығы бар. Ердосты ертерек үйлендіріп, тойды дүркіретіп жасасақ, көрген қайғың ұмытылып, артық қуанышқа ұласар деді. Шаным-ау, дәл қазір мен той жасайтын жағдайда емеспін. Баламның басы босағанымен қызымның халі мынау. Екеуін бір жақты қылмайынша қайдағы той. Кешіріп қой құрбым, күте-күте сендерді екі көзім төрт болды. Әтсе, мына қызымның Ердоста көңілі болмағанда әлдеқашан бір ошақтың түтінін түтетіп, барған жерін бақты қылып отырар еді. Уақыт сырлап өтіп жатыр. Бұлар қашан балалы болады? Бізге немере керек. Көп сөзді қойыңдар да қызымды бүгін алып қалыңдар. Мен ақ батамды бердім деді де. Айгүлдің жауабын тыңдамай үйден шығып кетті. Айгүл не істерін білмей қипақтап жүрген Ердосты көріп, кіріп қалды. Талшын, мұнда қайдан жүрсің? Қалай? Ұлты әпке жақсы ма? Өзі көрінбейді ғой деп. Сұрақтың астына алып тұрғанда анасы ұлын оңаша бөлмеге шақырды. Тыныштық па, мама? Ана қыз біздің үйде не істеп жүр? Ердос, ол енді осы үйдің келіні. Түсінбедім. Кімнің келіншегі? Немене, менің сенен басқа ұлым бар ма еді?
әрине сенің келіншегің деп Айгүл төтесінен қойып қалды. Анасының бұл ісіне ашуы келген Ердос әрең сабырға келді де Талшынмен әңгіменің басын ашып алғысы келді. Қалай болса да мен сенің өмірлік жарың болғым келеді деп көз жасын сығып жіберген Талшынға Ердос қалайша жібей қойғанын анасы да ұқпады. Өз дегеніне оп-оңай көндіре салған Талшынның құпиясы неде екен? Заңды түрде үйленбесе де жақын маңдағы мешітке неке қидырған Ердос пен Талшын енді ерлі-зайыпты. Ажырасқандарына көп болмаса да қайта үйленіп алған қайнысына жеңгелері қырын қарады. Соңғы жаңалықтан хабардар болған жайына әуелгіде сене қоймады. Есін жия алмай жүргенде қайта жүрекке ауыр соққы болды. Неге? Менің жылдар бойы сүйген азаматым олай қинайды мені. Тым құрыса жарты жыл үйленбей тұрса болмас еді. 7 жылдық сезімдердің құрметіне лайық болмағаным ба деп. Енді бас көтере бастаған Жайнаның салы мүлде суға кетті. Қанша жерден ұмыттым, оған деген сезімнің тұқылы да қалмады деп, өзгені алдағанмен өзін қалай алдасын. Ешкімді көргісі де келмейді, ешкіммен тілдеспейді. Теңселіп әрі-бері жүргеннен басқа бітірген ісі жоқ. Ата-анасы қызының жағдайына алаңдай бастады. Жайнаның қызғаныштан, жоқ әлде жалғыздықтан қорқаны болар. Күн санап жағдайы нашарлай түсті. Жайнаның жаны қиналып, басына қара бұлт үйірілгенде Ердостың екінші көктемі басталып кетті. Бәрінен де Талшынның арманы орындалып, 7 қат көктің үстінде қалықтап ұшып жүргендей, Нұржан Нағиманың артынан төркініне бірнеше рет іздеп келді. Айгүл ат тонын ала қашып, көрмегенім сендер болыңдар деп қаһарына мінгенмен адамның емес, Алланың ісі болады екен. Құрсағына біткен шарананың әкесіз өскенін қаламаған Нағима, анасының қарсылығына қарамай Нұржанның артынан еріп кетеді. Қырық пышақ қырылып қалған құдалардың арасы ешқашан жібімейтін секілді. Айгүл қалай күйеу баласының туыстарын жек көріп, қарғап сөйлесе де аузынан жақсы сөздерінің шығуы қиын адамдар. Нағима мен төркініне өштесіп алды. Ауру қалса да әдет қалмайды. Нұржанның ішкені ішкен, шеккені шеккен. Күні бойына үйінде жатып, кешкісін сықайып киініп, сыртқа шығып кетеді. Келіншегінің қайда барасың? Кешікпей кел деген сөздерін елейтін құлақ болса ғой жүрген. Нағима іштегі баласын қолына аман алып, құшуды ғана ойлады. Бірақ үйдегі ұрыс-керістен дені сау баланың өмірге келуі не ғайбылау. Амал нешік, қыз байғұс басына түскенін көреді де. Күндер зулап өтіп жатты, Айгүлдің көңілі жай тапқандай. Нағима босанып, қыз баланы өмірге келді. Сырт көзге бәрін қалыпты сияқты көрсеткенмен, іш құса еткен күндер мен жылаумен өткен түндер көп емесе азайған емес. Қызының мама, менде бәрі жақсы уайымдамаңыз. Қызымыз өмірге келгелі Нұржан оңынан түзеліп жүрді. Алдау сұратқанмен ана жүрегі бәрібір сезіктенбей қоймады. Талшын мен Ердостың отандасып өмір сүріп жатыр дегені болмаса екеуінің шүйіркелесіп сөйлескенін, әзілдесіп ойнағанын көрмеді. Жек көрсе де алғашқы келіні Шайнамен үнемі қуаласып, бір-бірімен үйді басына көтеріп күлген кездері жиі еске түсетін болыпты. Құрбысының қызы болғасын, Шайнаға ұрысқандай Талшынға сөйлей де алмайды. Тілі қысқарып, қайта қолы ұзарды. Қолы ұзарды дегенім, үй шаруасына ебі жоқ келіннің міндетті тірлігін өз мойнына алды. Ас үйде тамақты өзі дайындап, кір-қоңды да өзі жуады. Талшынның мазасы болмай бөлмесіне кіріп алып, жата беретін. Алғашында келінді сүйіншілейтін жаңалық барау деп қуанып жүрген Айгүл кейіннен жай ғана келіннің шалқаулығы екенін білгенде көңілі түсіп кетті.